Сәлеметсіз бе, құрметтілерім, сіздермен мөлдір бүгін керемет үй жағдайында үйдегі бар заттармен әдемі салат жасайтын боламыз. Бар болғаны 150-200 грамм піскен тауық еті болса, бір сәбіз, 4 картоп, 3 жұмыртқа болса болғаны керемет салат дайындайтын боламыз. Әуелі тауық етін осылай ұсақтап турап аласыздар. Осылай 2 тарелка шығатындай салат шықты менде. Осылай тарелкаға салып аламыз астына. Екеуіне де. Осылай майонез жағып шығамыз. Осылай ары-бері майонез жағып шықтым мен. Енді үкіштің үлкен бөлігінен картоптарды өткізіп шығамыз. Міне осылай шым-шым тұз саламыз картопқа. Тағы да майонезді ары-бері жүргізіп алдым. Бар жоғы 5-7 минутта дайын болады. Бар болғаны сіздерде піскен картоп бәрін қайнатып алсаңыз болғаны. Енді сәбізді үкіштің үлкен бөлігінен осылай өткізіп аламыз. Тағы да шым-шым тұз себеміз. Енді дәмі кіру үшін тұз болмаса дәмсіздеу болып қалады. Сондықтан майонез жағып шығамыз тағы да. Енді жұмыртқамызды тағы да үлкен бөлігінен өткізіп шығамыз үкіштің. Тағы да майонез жағамыз, ары-бері өткізіп. Енді сырды кішкентай бөлігінен өткізіп шығамыз. Бетін сырменен жауып шығамыз салатымыздың. Міне, өте дәмді, нәзік, нежный салат болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.